бір адамдар ораза ұстамайды да, бірақ қасындағы достарына қарап 10 күннен кейін 15 күннен кейін бір ниет қылады да, ұстасам болады ма деп. Бірақ басталып кетті ғой, келесі жыл ұстаймын деп айтады да. Бірақ сол 15 күн 20 күн өтіп кетсе ұстай беруге болады ма? Адам белгілі бір себептермен, енді дінді дұрыс түсінбеу себепті, жалқаулығы себепті, адам Рамазан айын басталып кеткеннен кейін, бірнеше күн өтіп кеткеннен кейін, ой, күн өтіп кетті, болды, енді болар іс болды, ұстамай ақ қояйын, келесі жыл ұстарым деген ол қате. Өйткені Рамазан айының әрбір күні парыз. Бір ай емес тек қана, әрбір күн. Сіз мына 1-2 күн, 3 күн өтіп кетті ме, 4-ші күні де парыз. Парыз деген сөз ол мойныңыздағы қарыз деген сөз. Сондықтан Рамазанның алғашқы күндері ұстай алмай қалған адам қай күн болса да сол күннен бастап ұстауы керек, парыз. Соңғы бір күні қалса да ұстау керексіз. Алла тағаланың бізге өзі парыз еткен нәрселері көп емес. Оразаның өзі 10 жыл 12 айдың бір ай ғана. 11 ай ораза ұста деп тұрған жоқ Алла тағала. Бір ай, онда да 24 сағат емес, таңнан кешке дейін ғана. Оның сауабын өзім берем деп Алла тағала сүйіншілеп тұр. Жәннатты арнайы қақпа ашып қойған ораза ұстаушыларға Рамазанда. Одан бөлек ораза арқылы Алла тағала өміріңізге береке береді, деніңізге саулық береді. Тағы басқа өте көп оның сізге беретіні бар. Рамазан айы келіп, күнәсінен арылмаған адам, Рамазан айы келіп рухын жаңғырта алмаған адам басқа уақытта оған мүмкіндік болмайды.